Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Мұхаммед. Бүгін артында тұрған осы көлікке осындай қарапайым спидран форматындағы видеоларды түсіріп үйренетін боламыз. Бірден айтып кетейін достар, біз бұл видеоны компьютерге арналған Adobe After Effects деген программада монтировать ететін боламыз. Менің қолымда қазір iPhone 16 Pro және DJI Osmo 7 стабилизаторы. Бастамай тұрып, біз камераның настройкаларын түзеп алайық. Біз спидран форматы болғандықтан видеомызды 4K және 60 FPS-қа түсіретін боламыз. Себебі біз кадрларымызға стабилизация қойғанда кроп етеміз, яғни жақындататын боламыз, сол кезде сапасы түсіп кетпеу үшін. Және де менде мына жерде HDR видео дегенді сіздерде қосылып тұру керек, соны өшіріп тастаймыз. Көп кадрларды біз 0.5-ке түсіретін боламыз, ал детальный кадрлар болғанда 1x-ке де түсіруге болады. Жалпы видеомыз әдемі шығу үшін біз общий, средний және крупный кадрларды алатын боламыз. Ал съемкамызды бастайық. Міне достар, біздің машинамыз тұр. Осылай әдемі локацияға қойып қоямыз. Артында ештеңе кедергі жасамау үшін 0.5-ке қойып, общий кадр мынау бірінші кадрға болады. Мына жерде Hyundai'дың логотипі бар. Соны біз ортасын алып, яғни точка ретінде видеомызды бастайтын боламыз. Бұлай айналдырып алып келеміз. Қазір машинаның дөңгелегін түсіретін боламыз. Мына жерде уже 1x-қа қоюға болады. Міне, осылай дискінің ортасындағы логотипқа точка қоямыз және де айналдырып кадр алатын боламыз. Біздің кадрымыздағы кішігірім дірілдер ол қатты әсер етпейді, өйткені біз 4К-ға түсіріп жатырмыз, сондықтан программада стабилизация қойғанда барлығы плавно шығады. Жалғастырайық. Енді фараларын түсіріп алайық. Фаралар мен былай түсіргім келіп тұр. Так, 1x-ға қоямыз. Мына жерде ортасында тұрған бір осындай, біздің көлігіміз Tucson, осындай үшкір жерлер көп, сондықтан точкамыз әдемі көрінеді. Вот. Алдын үстіден төменге қарай түсіріп аламын. Тоже 1x-ке болады алуға мына жерде. Кішкене артқа қарай. Және де записімізді бастаймыз. Қайтадан. Осылай достар, өзімізге керек кадрларды алып аламыз. Достар, сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Біз көлікті түсірген кезде аяғымыз жүретін жаққа қарай қарап тұрады, ал денемізбен біз көлікке бұрыламыз. Сонда біз көлікті түсіргенде аяғымыз өзімізге кедергі жасамайтын болады. Ал біз тігінен қарап жүретін болсақ, бұлай жүргенде дірілдер көп болып, видеомыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін.
Достар, бүгін түсірген кадрларымызды біз екінші видеомызда монтаж жасап үйренетін боламыз. Осындай формат ұнаған болса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта осы монтажға байланысты көптеген видеороликтер шығатын болады.